Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгінгі шебер сыныпқа қош келдіңіздер. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы бастауыш мектебінің еңбекке баулу пәнінің мұғалімі Ордабаева Ұлбике Қасқырбекқызы. Бүгінгі сіздерге көрсететін шебер сыныбында су бетінде сурет салу арт-терапия әдісін жасалу жолдарын түсіндіріп өтеді. Ол үшін бізге керекті құрал-жабдықтар желім ыдыс, су менен крахмалдан қосылып жасалған қоймалжың, және де түрлі түсті краска, қылқаламдар, таяқша, қағаз сулық және де А4 парағы. Осы заттарды қолдана отырып, сіздерге бүгін ең бірінші желім ыдысқа дайын қоймалжыңды құямын. Дайын қоймалжыңды құйғаннан соң қылқаламның көмегімен, шашырату әдісімен жұмысымды бастаймын. Ең бірінші өзіңізге ұнаған фонды таңдап аласыздар. Мен көк түсті таңдап алдым. Осылай түстерді шашырату әдісімен жұмыс жасаймыз. Қалаған түстерді ала беруге болады, өздеріңізге ұнаған түстерді. Осылай фонды таңдап алғаннан кейін осындай әр жұмысымыз жасағанда мынандай қағаз сулықпен сүртіп алсақ болады. Және де енді осы фонды таңдап алғаннан кейін өзіңізге ұнаған табиғаттың суреті болса да, гүлдің суреті болса да, өзіңізге ұнаған нәрсені жасай беруіңізге болады. Дайын жұмысымызға А4 қағазын қойып, таяқшаның көмегімен шеттерін осылай тегізіп шығамыз. Барлық жері тегеннен соң А4 қағазын жаймен осылай шетінен бастап аламыз. Жұмысымыз дайын. Енді бұл жұмыс өз қалпына түсу үшін бір тәулік күтеміз. Бір тәуліктен кейін осылай дайын жұмысты осылай қағаз жақтаушаларға салып, дайын портрет дайын болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.